Сәлем достар, бүгінгі мастер-классқа қош келдіңіздер. Мастер-классқа қажетті заттардың тізімі сізде жоғарыда берілді. Енді олардың не үшін қажет екендігін түсіндіріп өтсем. Ең алдымен қауіпсіздік шарасы үшін сіздерге маска киюге кеңес беремін, себебі иісі бастарыңызда ауыртпас үшін. Және кішкентай бала жоқ жерде жасаңыздар, бөлмені желдетіп отырыңыздар жиі-жиі. Қолдарыңызды бүлдіріп алмас үшін перчатка, киімдеріңізді бүлдірмес үшін фартук пайдаланыңыздар. Және тегіс түзу жерге отырып жасау керек. Столдың үстін бүлдіріп алмас үшін смола немесе краска төгіліп кетпес үшін газет немесе тағы басқа заттармен төсеп қойсаңыздар өздеріңізге жақсы. Енді ыдыс жасау үшін бізге ең алдымен қажетті нәрсе ол молд, яғни форма. Қандай ыдыс шығарылғыңыз келеді, соның формасын, яғни бұл молд деп аталады, осыны алу керек болады сіздерге. Мынау этажерканың формасы үшеулік және де комплектте бірге өзінің фурнитурасы жүреді. Бұны бөлек кейін сатып алсаңыздар болады. 1500 мен 3500 мың аралығындағы бағада сатылады. Молдтың өзі 8100, 8200 теңге болуы керек шамамен. Ол икстан іздесеңіздер арзанырағы болуы мүмкін. Енді бұл этажеркаға, мысалы, сіздер торт салатын, фрукты салатын ыдыс шығаратын болсаңыздар, бұның өзінің молды болады, блокнот жасауға болады, оның да өзінің формасы болады, сырға немесе тағы басқа заттарды жасағыларыңыз келсе, әрқайсының өзінің формасын алып, соған смоланы құю арқылы заттарды шығаратын боламыз. Енді бұған біз смоланы құймас үшін ең алдымен скотчпен бетін тазалап алу керек. Неге? Себебі бетінде шаң немесе қылтық тұрып қалса, смоламен бірге қатып қалады. Сондықтан да скотчпен бірінші тазалап аласыздар. Енді ыдысты шығару үшін немесе басқа да заттарды шығару үшін ең бірінші смола керек. Смоланы біз қандайын аласыздар? Двухкомпонентный деп аталады, яғни отвердительмен бірге жүретін смоланы аласыздар. Смоланы алған кезде міндетті түрде двухкомпонентный деп алыңыздар. Өйткені смоланың құр өзі қатпайды, қасына отвердительді араластырып отырып біз қажетті ыдысымызды шығаратын боламыз. Бұның тұрысы осы екеуі бірге 6000 теңгеге шықты. Менде номерін сізге қалдырдым. Сол номерге заказ берсеңіздер болады, немесе өз қалаларыңыздан басқа қала болса, онда OLX-тан іздеп қана таба аласыздар. Енді ыдысты жасау үшін бізге смоланың, отвердителінің өзінің белгілі бір мөлшерде граммында пайдаланамыз. Сондықтан да оны өлшеу үшін бізге өлшегіш және де одноразовый стакан керек болады. Оны араластыратын таяқшасы міндетті түрде қажет болады. Таяқшаны араластырып болғаннан кейін сразу влажный салфеткамен сүртіп отырыңыздар, чтобы келесіде пайдалана беретін. Өйткені бұның өзі ақша тұрады, бұл 90-80 теңге тұруы керек. Ақшаны үнемдеу үшін сразу сулы тряпкамен сүртіп келесіге қолданатындай дайындап қойсаңыздар болады. Енді краскалар бізде келесі. Краскаларды өздеріңіздің қалаған түстеріңізде алсаңыздар болады. Менде осы түстер бар. Көп керек түс, барлығы ыдысқа қажетті түс, ол бізде ақ түс болады. Менде ақ түс бар, және де смоланың өзі, оған мен листовая паталь қолданғанмын, яғни мынаны. Осы патальды мен деген смолаға араластыру арқылы осы түспен осындай әдемі этажерка шықты. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай түсті пайдаланасыздар. Көк түс қалайсыздар ма, жасыл қылғаныңыз керек ма, енді ол өздеріңіздің ойларыңыз бен фантазияларыңызға байланысты. Түстердің осы краскалардың бағасы шамамен 1180 теңге, 1100-300 теңге өзі размеріне қарай бөлінеді. Енді патальдың бізде осы лаковая паталь керек, жидкий паталь немесе, и осындай листовая паталь керек болады. Бұл бізге не үшін керек? Бұны шетін қарасаңыздар, мына шеті боялған. Осыны осы паталь арқылы бояйтын боламыз. Енді бұны бояу үшін сіздерге либо губкамен бояйсыздар, либо кисточкамен бояйсыздар. Және бізге зажигалка керек. Бұл не үшін керек? Біз молдқа смоланы құйғаннан кейін үстінде түйіршік дөңгелек, көзге көрінбейтін дөңгелектер болады. Соларды еріту үшін осы зажигалкамен үстінен бір жүріп өтеміз ыстық күйінде. Және фен керек. Фен неге керек бізге? Мысалы, сіздер мұнда екі түрлі түсті қойсаңыздар, фенмен кішкене желдетіп жіберсеңіздер, екі түс бір-бірімен араласады да әдемі түс шығады.
торт салатын немесе фрукты салатын ыдысты жасау үшін де өзінің формасын, яғни молдын аламыз. Осылай қойсаңыздар тарелка болып тұрады, немесе оған аяқ салғыларыңыз, ножка салғыларыңыз келсе, бұны фурнитура магазиндерден немесе декошоптан таба аласыздар. 120 теңге тұрады бір штука. Осылайынан отвердитель мен смоланы араластырып, мұнда крилеп қоясыздар. Егер де бұндай емес сіздерге биігірек аяқ керек болатын болса, ондай аяқты табу қиын болады сіздерге. Үйде конфет салатын, варенье салатын, немесе тағы да басқа ыдыстарыңыз болса, соған үстіне қойып, осыны жабыстырып қойсаңыздар болады смола арқылы. Енді бұны бояуға да болады. Жидкий потальмен бояп шықсаңыздар, сары